Мәскеудегі генералдарға майданнан да қауіптірек бола түсті. Бас барлау басқармасының орынбасары генерал-лейтенант Владимир Алексеевке жасалған шабуыл неге маңызды екенін түсіндірейін. Дәл қазір Абу-Дабиде Ресей, ақш және Украина арасындағы келіссөз жүріп жатқан сәтте генералға үйінің кіреберісінде шабуыл жасалған. Оған арқасынан бірнеше оқ атылған. 3 оқ тиіп жараланған 64 жастағы генерал ауруханаға жеткізіліп, оған ота жасалды. Шенді тірі қалып, қазір дәрігерлер оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Ал осы уақытта екі бірдей күдікті ұсталып отыр. Негізгі орындаушы бір адам. Ресей тергеу органдарының нұсқасы бойынша оқ атқан тікелей орындаушы Любомир Корба есімді ер адам. Шабуылдан кейін ол Ресейден шығып кеткен, кейін Дубайда ұсталған. Қазір Ресейге жеткізілген айтылады. Путин осы себепті Біріккен Араб Әмірліктері басшысына алғыс айтты. Бұл шабуылдың ерекшелігі оның орындалу тәсілінде. Генерал қорғалуы тиіс аймақта, яғни өз үйінің аумағында атылған. Бұл қастандық алдын ала жоспарланғанын көрсетеді. Шабуылдаушылар оның тұрғылықты жерін, күн тәртібін және қауіпсіздік режимін білген. Орындаушы Дубайда ұсталған, оның бір сыбайласы Мәскеуде ұсталып отыр, ал тағы бірі Украина аумағында болуы мүмкін делінеді. Ресей тарабы бұл қастандықты террористік акт деп Украина арнайы қызметтерін айыптады, ал Киев мұны жоққа шығарды. Батыс медиасында болса шабуылдың ішкі есеп айырысулармен байланысы болуы мүмкін деген нұсқаларда айтылған. Неге дәл осы Владимир Алексеев нысанаға алынып отыр десек, оның қызмет жолына қарауымыз керек. Алексеев туралы бірінші факт, ол барлау басқармасы басшылығындағы екінші адам, яғни арнайы операциялар, гибрид соғысы, прокси күштер, ЧВК, құпия миссиялар бәрі осы адамның бақылауынан өткен. Екінші факт, ол Вагнер әскери компаниясының негізгі кураторы болған. Вагнер Сирияда, Африкада, Украинада жұмыс істеген. Соның бәрін басқарма атынан дәл осы Алексеев үйлестірген. Үшінші факт, 2023 жылы Евгений Пригожиннің Мәскеуге жорығы кезінде онымен бетпе-бет отырып келіссөз жүргізген адам да дәл осы Алексеев болған. Төртінші факт, Пригожин өлгеннен кейін Африкадағы барлық вагнерлік мұра, жаңа африкалық корпус, жаңа ЧВК құрылымдары тағы да осы Алексеевтің қолына өтті. Бесінші факт, Еуроодақ пен ақш оны новичок ісі, кибершабуылдар, Украинаға қарсы операциялар үшін тікелей жауапты тұлға деп санайды. Айта кетсек, кейінгі 2 жылда орыс генералдары майданға бармай-ақ өзінің туған жерінде, яғни Мәскеуде жиі шабуылға ұшырап жатыр. Мысалы, өлтірілген Кириллов, Москалик, Сарваровты айтуға болады. Қаза таппаса да Алексеевті де қосуға болады. Бұл оқиғалар бір сценариймен өтпейді, бірақ бәріне ортақ белгісі бар. Барлығы да жоғары деңгейдегі жүйедегі маңызды кадрлар. Сондықтан осы генералға жасалған шабуылды жеке дара оқиға деп емес, енді бұдан былай Ресейдің басшылығына қарсы қауіп деп танысақ болатындай. Сіз қалай ойлайсыз? Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.